Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бөлісетінім жусай жұмыртқа готе, яғни жусай мен жұмыртқадан қарма тұшпара. Соңына дейін қарап ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге тіпті де көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Ең әуелі қамырын илеп аламыз. Лайықты мөлшерде ұнға, жылы суға тұз салып езіп, қамырды илеп аламыз. Қамырды жұмсақтауға билеп, салапанмен орап қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын даярлаймыз. Жусайды алдын ала 1-2 сағат бұрын жуып, суын құрғатып алып, майда етіп турап шығамыз. Содан соң бізге 4 тал жұмыртқа керек болады. Алдымен жұмыртқаға шым-шымдап тұз салып, араластырып аламыз. Содан соң табамызға азырақ май құйып, қыздырып, жұмыртқаны қуырып аламыз. Енді жусай мен жұмыртқаны қосып, араластырып, дәміне қарай тұз саламыз. Және басқа да өздеріңіз қалаған дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тұз ғана салдым. Азырақ сұйық май құйып жіберіп, араластырып аламыз. Содан соң қамырды астақтайға алып, тең бөліктерге бөліп аламыз. Мен осы каналда басқа да жусай мен еттен жасалатын ең тез оңай дайын болатын готенің рецептін бөліскен болатын. Және де жусай мен жұмыртқадан мини жусай қызы жасаған болатынмын. Екеуінің де ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Содан соң оқтауменен дөңгелентіп отырып, жұмыртқа етіп жайып аламыз. Салмасын салып, көріп отырғандарыңыздай түйіп шығамыз. Содан соң табаға май жағып қыздырып алып, тұшпараларымызды қоямыз. Асты қызарғанша күтеміз. Оған дейін 1 қасық ұн және 1 қасық крахмал салып, жарты кесе суға араластырып аламыз. Содан соң тұшпараның астын көріп, асты қызарған соң, жаңағы суымызды құямыз, ортасына дейін келетіндей қылып, орташа отқа 10 минуттай қойып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі өте тез дайын болады. Үйлеріңізде ет жоқ кезде дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге тағы да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.